Жаңа жылды тойлауға болмайды. Ол дәм болсын бірдемелерге табынатындардың мерекесі деген екен біреулер. Қазір бұндай ойды қандай адамдар айтып жүргенін мен білмеймін, бірақ 1920 жылдары бұл большевиктердің және коммунистердің ұстанымы болған. Кеңес одағы орнағаннан кейін діни мерекелерге тыйым салынған еді. Соның ішінде коммунистер христиан дініне әсіресе ерегіскен еді. Жаңа жылды да, Рождествоны да тойлауға болмайды. Шыршаны безендіруге қатаң тыйым. Дегенмен 1935 жылы Правда газетінде жаңа жылға балаларға жақсы шырша ұйымдастырайық деген мақала шыққан еді. Әсем әрі жарқын мерекені сағынып жүрген КСРО жұрты бұл идеяны бірден қабылдады. Дүкендерде шыршалар мен әшекейлер сатылымға шықты. Пионерлер мен комсомолдар жаңа жылдық шыршалар өткізе бастады. Осылайша 1935 жылғы желтоқсанның 31 жұлдызында шырша КСРО азаматтарының үйлеріне қайта оралды. Бұл мереке елдегі бақытты балалық шақтың белгісіне айналды. Әрине, 30-40 жылдары өткен балалық шақты бақытты деуге келмес, бірақ жұрт қолынан келгенше тырысып бақты. Кеңес билігі Рождествоны зайырлы мерекеге айналдырды. Шыршалардағы Вифлеем жұлдызының орнына 5 бұрышты жұлдыз пайда болды. Балалар Әулие Николайды, Исаны, Мәриямды және шопандарды дәріптеуді қойды. Оның орнына фольклорда, ертегілерде кездесетін Аяз ата мен Ақшақар бас кейіпкерлерге айналды. Меніңше бұл әдемі бір компромисс. Яғни балалардың көңілін қимаймыз, оларға бір мерекелік көңіл күй сыйлайық, бірақ ол мерекенің мазмұнынан қандай да бір діни үгіт насихатты алып тастайық деген бір пәтуа. Бұның бәріне қатысты ойымызды YouTube арнамызда шыққан жаңа видеомызда жақсырақ түсіндірдік. Уақыт, жаңа жыл, психология жайлы видеомыздан қапы қалмаңыздар.